Сәлем, Жетіл True Story көрермені. Бүгін бізде кезекті подкаст, және де бүгінгі біздің қонағымыз Жетілдің өзінің оқушысы, солай емес пе? Жетілдің оқушысы, Ордаген KZ түнгі студияның авторы, бизнес по-казахски Бразилияның бас сценарийсі, Америкада бір ай, Дубайда, Филиппинада, Кореяда, және де Мальдивада демалып қайтқан, және де Японияда бір ай өмір сүрген біздің Шыңғысхан бауырымыз. Қош келдіңіз, қосақ. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Күшті? Осылай. Шетелдік таныстырылып жатқан бірінші программа. Керемет, олай болса бірден бастап кетейік. Осы Шәке деп айта берсек болады, Шәке, қандай шет тілдерін білесіз? Және деңгейлері қандай сол тілдердің? Негізі мен дәл қазіргі этапта айтатын болсам, өзім қазақша, орысша, ағылшынша ғана білемін. Бірақ ағылшынша енді pre-intermediate B2 деңгейіндемін. Одан бөлек негізі өзім 4 жыл бойы жапон тілін оқыдым. Жапонияда 1 жыл болып қайттым. Жапон тілін қазір толыққанды ұмыттым деп айта алмаймын, бірақ дегенмен аз кем ғана бір білімім қалды, сол тілдегі қабілеттер. Бірақ қазір жапондықтармен кездессем, бәлкім емін-еркін диалог құра алатын деңгейден. Күшті. Енді шетел деп жатырық қой, шетелский вайп болып жатыр бұл жерде. Жапонияда 1 жыл болсы, 1 жыл. Қателестім, мен бағана 1 ай деп айттым. Жапонияға қатысты бір қызықты оқиғаларыңыз бар ма? Жапонияға бардыңыз, 1 жыл тұрдыңыз, ол жақта бір менталитет мүлдем бөлек, біздікіне сай келмейді деген сияқты. Негізі көп оқиғалар болды Жапонияда. Бірақ қайсысынан бастаймын? Якудзалармен сөйлестіңіз? Негізі Жапония туралы әркімнің ойы әртүрлі. Біздің мысалы, мен оқыған өзім факультетте, Шығыстану факультетінде, менің енді группамда өте Жапонияға махаббаты берік, Жапонияны бұрыннан білетін, аниме, соның жапон мәдениетіне қатты қызығатын адамдар оқыды менің группамда. Олардың әңгімесінен мен қатты шабыттанатынмын негізі. Оқып жүрген кезде 1-ші, 2-ші, 3-ші курстарда. Олар менен ерте барып, группаластарым сөйтіп барып келген кезде әңгімелерін тыңдап қатты қызығатынмын. Сөйтіп менде енді оларда да сондай болған шығар деп ойлаймын. Өте қатты қазақ орысша айтқан кезде ожидание болды. Сонымен сол ожиданиемен мен бардым Жапонияға. Сөйтіп көп нәрсе күтіп қалдым. Шыны керек. Бірақ ол жақта бірдей жер, бірдей табиғат, бірдей ауа райы. Адам енді негізі мәдениет қана ерекше, бірақ дегенмен сол адамдар сондай проблемалар қалай болады. Енді бір қатты сұмдық мен сверх дүниені негізі көрген жоқпын. Ол сол сәтте. Сөйтіп бір 3 айдай мен қалай болады. Кішкене ожидание реальность болып жүрдім. Ойланып, шынымен біз ойлаған Жапония ма, сондай ма, негізі қалай екен деген сияқты ойлармен жүрдім. Содан кейін мен жапондықтармен етене араласа бастадым. Өзім сол университет аясында оларда Букатсу Сакуру деп аталады. Жаңағы үйірмелер, клубтар бар. Соларға жазылып, енді менің өзімнің ойым мынандай болды. Мен если Жапонияда жүріп, сол өзіммен қатарлас, өзім оқып жатқан студенттермен етене араласпасам, мен олардың ойын, өмір сүру салтын біле алмаймын деген сияқты ой болды. Ал мен шетелдік студенттермен жүріп, шетелдік қана программаларды оқып жүрдім да басында 3 айда. Сол кезде ожидание реальность болды негізі. Одан кейін мен сол үйірмелерге кіріп, үйірмелерде кәдімгі жапондармен жаңағыдай күнде уақыт өткізіп, бір іс-шараларға қатысып, бірдеңелерді ұйымдастырып жүру барысында мен шынайы Жапонияны көре алдым. Енді сол кезден бастап менің ожиданияларым дейді ғой, ожиданияларым өз деңгейінде орындала бастады. Мен білетін, мен түсінетін, мен көрген, мен қызыққан және мен білмейтін Жапония маған ашылды сол кезде. Енді олардың жаңағы жалпы мен былай есептеймін. Қазір әңгімеден кішкене ауытқиық. Қазақстанда мынандай әңгіме өте көпті. Өзім соны жақында байқап қалдым. Бізде жалпы
кез келген жер, су, тас, тау, қыр барлығы бізде киелі ғой. Біздің Қазақстанда сондай ой бар да, мысалы бізде әулие тас деп атайды, жаңағыдай киелі су дейді, тағы да ұмытқан киелі өзен, сондай бір атаулар бар, мен нақты бір біліп тұрған жоқпын. Әйтеуір жаңағыдай тасын түртсең тарихы көрінеді деген бізде сөздер бар. Дәрежесін көтеріп қойды. Иә. Біз сондай нәрсемен мақтанамыз негізі. Менің ойымша ол дұрыс емес. Мысалы сен бір дұрыс тарихымен мақтан, бірақ географиялық жерге байланып негізі мақтанбауың тиіс деп есептеймін. Өйткені сенің қоғам ретіндегі жетістігің емес. Мысалы сен ол біздің Алатаудың баурайында орналасқанымыз негізі біздің жетістігіміз. Ол солай жаратылған, ол табиғаттың, жалпы Құдайдың жаратылысы солай бар, олай тұр енді. Бұйырды бізге. Бірақ біз ол үшін жаңағыдай қалай болады? Қазіргі енді қоғам қатты еңбектенген жоқпыз ғой. Сол себепті мысалы Жапонияны қарайтын болсаң 80-90% таулы аймақтан, таулы өлкеден тұрады. Оларға біз қалай жаңағы бір өзенге шомылуға немесе бір керемет тауға шығуға, тағы да бір орманға баруға бармаймыз негізі Жапонияға. Біз Жапонияға барған кезде олардың қоғамы қандай, олардың мәдениеті қандай, олардың сыйластығы, тәрбиесі қандай деген сияқты оймен барамыз ол жаққа. Сол себепті менің ойым мысалы қазір Еуропаға барған кезде дәл сондай. Еуропада біз енді әрине тарихи жаңағыдай жәдігерлерге, тарихи ескерткіштерге баруымыз мүмкін, бірақ дегенмен біз бәрібір де оның қоғамына қызығып барамыз. Ол жақта қандай екен деген сияқты. Америкада дәл солай. Қалай еркін қоғамда өмір сүреді деген сияқты. Әйтпесе тура сол географиялық орындар, тура сол киелі әулие біздің ойымыздағы жер су аттары дейікші. Географиялық аймақтар іздесек бізде де бар, жақын аймақтарда да бар, ол көп, ол жетеді. Ол ұқсастықтар көп. Ұқсастықтар көп. Бірақ енді Жапонияға қатысты осылай болды менде. Мен өзім сол мәдениетіне қызықтым, соны қоғамына қызықтым. Сол қызыққан нәрсені мен барғанымда ала алдым. Сұрақ осы жерде, мысалы Жапонияның халқының мәдениеті деп отырсыз ғой, бір топ 3 қасиетін айта аласыз ба? Маған осы ұнады, осы жерден бір бәлкім үлгі ала алдым деген сияқты бір. Мынандай бір оқиға болды. Бізге бір методичка, брошюра сияқты бір журнал жасау керек болды. Бір көп емес, бір 10 шақты беттен ба тұрады. Шамамен сондай беттен тұрады. Сол Орта Азиялық халықтың мәдениеті туралы сондай бір брошюра ішінде мысалы қазақтар, тағы кімдер, Орта Азия халықтары, қырғыздар, өзбектер деген сияқты сондай, Өзбекстан деген сияқты елмен мемлекеті халқы жазылған сондай брошюра кішігірім. Соны жасауымыз керек болды. Сол сәтте жапондар мынандай нәрсені маған көрсетті да. Олар бір кішкентай өнім жасайтын болса, сол өнімнің шамамен айтайын сізге, мысалы біз қанша бір 100 адам жұмыс жасайтын болсақ, мен бір Н деген әрпіне ғана жауапты боламын. Жаңа 10 беттік брошюраның енді ол қанша символ болуы мүмкін ол жерде, білмеймін, бір 2000-3000 символ болуы мүмкін, бірақ соның Н деген әрпіне ғана жауап беремін мен. Мен сол Н деген әріптің түрлі вариацияларын қараймын. Мен сіз түсіну үшін айтып Н деген әріптің вариацияларын қараймын, Н деген әріптің дизайнын қараймын. Сөйтімді тек Н сол 10 беттік кітаптың Н деген әрпіне ғана жауапты боламын мен нақты. Сөйтіп сондай зерттеу жұмысын жасаймын да. Сонымен алып келемін, мысалы мен Н-ға осындай варианттар көрдім деген сияқты. Дәл осындай подходпен сонда мен бір кішкентай болса да өте ұсақ нәрсеге жауапты болдым, бірақ менің сол ұсақ нәрсеге жауапты болуымның өзі үлкен жобаның керемет бөлшегі болды да. Дәл мен сияқты қалған адамдарда өзінің әріптеріне жауапты болды. Сөйтіп біз жаңағы 10 беттік брошюраны жасап шықтық. Енді бұл кейстан біз не түсінуімізге болады? Кез келген қарапайым бір істің жауапты түрлі адамдар болады, және ол жауапкершілік өте максималды тар әрі қалай айтуға болады? Өте
кішкентай бөлшектің өзіне үлкен жауапкершілікпен қарайды. Енді сондай түйін айтуға болатын шығар бұл жерде. Жауапкершілік, нақты айтқан. Иә, жауапкершілік. Түсінікті, керемет. Енді қалған жаңағы нелерге топ, қандай сұрақ? Топ 3 бір қасиеті, атап айтар. Енді негізі ол баршаға мәлім, жаңағы өзінің дисциплинасы, жұмыскерлігі, еңбекқорлығы деген сияқты нәрселер баршаға мәлім. Оны біледі, бірақ мен өзім басымнан өткен нәрселерге көбірек тоқталғым келіп тұрды. Мен екіншіге айтқым келіп тұрғаны олардың адамды ыңғайсыз жағдайға қалдырмауы. Мысалы, мынандай бір жағдай болды. Біз барлығымыз сол университеттің үйірмесімен бірге бір жақын жердегі бір неге баратын болдық. Сапар емес, бір қыдырып баратын болдық. Жақын жердегі префектураға. Сонымен көп шығын кетті біздің баруымызда. Жаңағыдай түрлі жерлерге тоқтадық. Парк аттракционовқа төлеп жатырмыз, тамаққа төлеп жатырмыз. Жаңағыдай әрбір сосын трасса платный ғой, енді жүрген жаңағыдай. Трасса өткен сайын біз 5-6 адам жаңағыдай машинаның несіне төлеп тастаймыз. Әйтеуір шығын көп кетіп жатыр жол өткен сайын. Сонымен бір момент мен неге кірдім? Жаңа ресторанға кірдік бәріміз. Сөйтіп қарасам, қалтамда нем бітіп қалыпты, ақшам. Бітіп қалыпты. Сосын мен сол енді мен жақын танитын, біздің қазақтарда енді мәдениет қой, жақын танитын ау деген адамға барып жақындап айтамын ғой. Мен қазір мына төлеуге ақшам бітіп қалды деп мен осылай әңгімемді бастап, егер де сенде болса, маған бере тұршы деп енді айтайын деп жатқан едім, бірақ менің бірінші сөйлемім бітті. Біткеннен кейін барып ол өзі тұрды да, короче, мен сені түсіндім, мә деп мен қолыма ақшаны ұстатты. Ол қазақ болды ма, жапон болды ма? Жапон болды. Енді бұл ақшалай қарым-қатынас енді білмеймін, басқа жаңағыдай басқа елдерде де бар шығар енді бұндай дүниелер. Бірақ дегенмен мен таңғалдырған бір оқиға жағдай болды. Сөйтіп маған мені жаңағыдай кішірейтпей, менің басымды толыққанды бүйтіп иілдірмей, мені бір жыламсыратпай, бір мүсәпір состоянияға күйге түсірмей, маған солай беріп тастады ақшаны. Сосын әрине енді қайтардық, қазақтың артынан не қалмасын деп. Деңгейінде уақыт келген кезде бірден әйтеуір қайтардық, бірақ осындай жағдайды айта аламын, өз басымнан өткен. Бұл жерде бұндай жағдайлардың енді бұл өте тонкий дейді ғой, өте нәзік, кішкентай сондай детальдар ғана, бірақ осындай нәрселерді қатты байқап, осы нәрсеге қатты тамсандым. Сонда топ 2 дегенге біз олардың ыңғайсыз жағдайға қалдырмау деген қасиетін алсақ болады. Тіпті енді бір сөздер де бар жаңағы. Қонақжайлық деп айтсақ та болады, иә? Қонақжайлық екен, иә. Бірақ мысалы жапондардың өздерінің сөздері бар. Егер сен шынымен ыңғайсыз жағдайға біреуді қалдыратын болсаң, ол сенің мәдениетсіздігің деген сияқты. Сөйлесуде де болуы мүмкін, немесе басқа жағдайда болуы мүмкін. Поэтому өте менталды тұрғыдан барлығы сезеді десеңші ситуациясына, эмоционалды қандай жағдайда екенін деген. Солай шығар, иә. Хорошо, керемет. Бұған екінші бағана қасиетке ол қонақжайлық немесе эмоциональный, қалай айтсақ болады, эмпатия деп айтсақ болады ма? Мысалы, эмпат жоғары адам, мысалы, сіздің қандай ситуацияда екеніңізді түсініп тұр, мысалы, соған положенияға кіріп, сізге көмектесуге тырысты деген. Бәлкім, олай да шығар, иә. Хорошо. Топ 3-ге, үшінші. Так, үшіншіге қазір ойыма келмей тұр, бірақ, негізі тәртіпті айтуға болады енді. Сол жапон мәдениетінің жетістігі ретінде ол керемет тәртіп, қоғамдық. Біз нақты белгіленген уақытта, кстати, 4-шісіне қосуға болады, жаңағы тайм менеджмент, 4-ші бұл бірақ, тайм менеджмент және уақыттан кешікпеу, уақыт бойынша жүру, уақытты басқару, уақытылы барлығын жасау деген сияқты дүниелерде ол 4-ші қасиет деп алайық. 3-ші қасиет ол қоғамдағы тәртіп. Енді біз мысалы бір аялдамаға баратын болсақ, аялдамада мен бір Васада деген университетке қосымша жұмыс жасауға баратын едім. Таңғы мысалы 7-ден автобус келеді. Мен сол 6:50 шамасында аялдамаға барам. Аялдамаға барсам, бір
енді бір 100 метр шамасында, өтірік айтпайын, бір 50-100 метрдің шамасында ұзыннан ұзын кезек тізіліп тұрады, аялдамаға. Көше бойында көріп тұрасың, ұзын тізіліп тұрады. Сол басынан түсінбедім не үшін қалай деген сияқты. Бірақ бәрі сол аялдаманың алдына тұрды, осылай автобус келетін жерде, осылай бір адам тұр, оның артынан осылай тізіліп тұрмыз барлығымыз. Тұрдым, не жынды ма деп, не үшін деген. Соңға қарасам автобус келеді, автобус келген кезде бірінші мысалы қанша 10-15 адам ба, солар отырады, сөйтіп автобус кетеді. Сосын ана кезек жылжиды осылай. Андай кезекпен, үлкен ба, кәрі ма, жас бала қызық емес. Барлығы осылай тізіліп тұрады, кіреді. Сосын енді менің түсінуім бойынша ол сыйымдылығына байланысты, біріншіден, екіншіден отыратын орындарға сай адамдар ішіне отырады. Егер де сенің жаңағыдай нең келіп тұрса, кезегің келіп тұрса, бірақ бәрі отырған болса, сен тоқтап тұрсаң да болады, автобус жүріп келеді. Немесе бірақ мен тұрып барам деп мініп кетсең де болады. Енді өз еркіңде, бірақ дегенмен сондай тәртіп болды. Сөйтіп сол күтесің кезекті, осылай әрқайсысы отырады, жүріп кетеді, содан кейін барып қана сен мінесің. Енді бір жағынан әділетті, сен кешігіп келдің бе, сен соңынан барып мінесің. Ерте келдің бе, бірінші мінесің деген сияқты. Сосын сен отыратын орындарыңды өзің белгілеп барып таңдап отыра аласың. Бұл үшінші қасиеті, енді қоғамдық тәртіп деп айтсақ болады. Енді төртіншісі ол өте уақытпен байланысты. Уақытынан кешікпей, уақытылы келіп жүру. Уақытынан кешікпеу, уақытымен жасау, уақытымен жіберу деген сияқты. Біз енді тіпті мысалы, біз оқып жүрген кезде жаңағы дедлайндар бар ғой. Біз мысалы сабақты жіберуіміз керек, репорт жіберуіміз керек, презентация немесе бір сондай сауалнамалар бірдеңелер жіберуіміз керек. Сол сәтте сенің нең қаншалықты күшті болса да, жұмысың қаншалықты күшті болса да, уақытынан кешіксең бәрі қабылданбайды. Сонда бірақ бір енді исключениялар болды, мысалы бір күн уақыт беріледі, бір күннің ішінде жіберсең, сен саған қосымша жаңағыдай балдар беріледі, ал 2 күн аясында жіберсең, саған жарты балл жіберіледі, 3 күн аясында жіберсең, саған 30% ғана балл беріледі деген сияқты. Қанша жерден сен оны мықты орындасаң да, уақытынан кешіксең, бәрібір сен уақытымен оны төлейсің деген сияқты. Әділетті түрде бәрі. Әділетті түрде, иә. Арнайы әділет үшін, Арнайы әділет үшін. Керемет. Арнайы әділет үшін алып қойдық достар. Керемет. Енді менде бір сұрақ туындап отыр да. Енді айтып отырсыз ғой, бізде бағана кезекпен келе жатыр деп, бізде қалай? Мысалы, бізде автобус келе жатыр. Онда кезектер бола ма Қазақстанда? Шынайы қарайтын болсақ, бізде жүгіреді өйтіп қатты. Ол жақта енді осындай кезекпен уақытылы дисциплинасын сақтап тұрады деген сияқты, бір қызық. Бірақ енді негізі бұл қазір менің айтып жатқан нәрселерімнен көптеген күшті идеализированный ойлар, романтизированный ойлар болып қалуы мүмкін. Бірақ менің ойымша шаш боялап Японияға кетіп қалыпсыз. Иә, бірақ менің ойымша енді бұл қаншалықты олардың артықшылықтары болғанмен, дәл сол деңгейде пропорционалды олардың кемшіліктері де бар. Ол енді әрбір ұлтқа, әрбір қоғамға тиесілі дүниелер. Сол себепті тек осы плюс жағына ғана емес, жаңағыдай минус жағында ескеріп, бір объективно үлкенге құрмет деген сияқты нәрсе бар дейсіз ол жақта. Сыни ойлап қарау керек. Дұрыс. Енді бағана 4 қасиет дедік, енді сол 4 қасиетті ағылшынша айтып беріңізші. 4 қасиетті ағылшынша. Бірінші responsibility, екінші қалай деп айттық біз? Екінші эмпатты қосылайық. Иә, empathy. Үшінші бізде не дедік біз? Тәртіп дедік, қалай ол? Discipline. Керемет. Ағылшынша дисциплин ба? Және төртінші тайм менеджмент. Керемет. Жетілдің курстарына қатысып, Шыңғысхан мырза ағылшыншаны керемет. Сразу көрдіңіздер ме? Бірден айтып тастады. Керемет. Енді бағана айтып отырмық қой, арнайы әділет үшін. Шыңғысхан мырза, сіз енді сен деп айтайық, Шәке, КВН арқылы танымалдылық көп танымал болғансыз деп айтып жатады. Халық арасында Шыңғысхан кім десе, арнайы әділет үшіннің несі емес, президент емес пе деп айтады. Сол жайлы бір кішкене қысқа бір оқиға айтып берсеңіз, қалай болды, қалай бастадыңыз? Мысалы, қазіргі жасап жатқан істеріңіз, белгілі бір дәрежеге жеткеніңіз сол басында КВН-нан бастау болады, қателеспесем. Иә, енді ол ешқандай бір сверх дүние емес. Мен мектеп кезінен қызығушылығым ол КВН болатын. 5-ші сыныптан бастап, жаңағы біз іс-шаралар жасаған кезде, сынып сағаттары бір концерттер қойылатын кезде біз КВН-мен айналысып жүрдік. Содан кейін
ол университеттік кезеңде де жалғасын тапты. Университетте біз қосымша сабақтан бөлек кейде сабақты сырып қойып, әйтеуір КВН-мен айналысып жүрдік. Одан кейін университет бітірген сәтте мен жаңағы осы Жапонияға барып, қайтып келген кезде КВН-ға деген қызығушылық одан сайын артып тұрды. Сөйтіп профессионалды түрде жалғастырып кеттік. Сонымен солай жалғасып, әйтеуір жылдан жылға дамып, Аллаға шүкір, сосын біз жоғарғы лигаға жетіп, жүлделі орындарға ие болдық. Менің енді өзімнің жаңағыдай КВН тарихым осындай қарапайым, енді көпшілігінде де осындай деп өзім ойлаймын. Ол жақта сценарий жаздыңыз ба, әлде басқа бір кейіпкердің? Біз енді жалпы командамен барлығымыз сценарий жазамыз. Сол себепті әрине бірінші сценарийге атсалыстым, одан кейін оны орындауға атсалыстым. Енді сахнада көбірек орындаушы ретінде. Керемет. Енді сіз қазір сценаристсіз, өте мықты сценарист. Бағана айтып өткендей, бизнес по-казахски в Бразилияның бас сценаристі деген ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сол үшін өте қуаныштымын сіз үшін деп айтсақ та болады. Тағы мақташы деп. Осы сценарист ретінде ағылшын тілін сіз белгілі бір деңгейде білесіз, сценарист ретінде ағылшын тілі сізге қалай көмектесті? Немесе бір жаңа бір мүмкіндіктер ашты ма? Сол жайлы бір. Өте керемет әрі өте орынды сұрақ. Негізі менің ойымша кез келген салада, мысалы YouTube-тың өз мысалымен айтқым келеді мен, YouTube-та сіз өзіңіздің салаңызда қазақша дүниелер таппайсыз. Жоқ, табасыз әрине бар, бірақ дегенмен салыстырмалы түрде аз, шектеулі. Орыс тілінде сіз бір 3 есе көбірек табуыңыз мүмкін, шамамен айтып отырмын. 3 есе көп табуыңыз мүмкін, ағылшын тілінде 100 есе көп табасыз. Енді бұл кез келген салаға байланысты. Мен кәміл сенемін бұған. Біз ағылшын тілінде жаңағыдай информация, одан бөлек жаңалықтар, инструменттер, кітаптар, трендтер, зерттеулер бірінші ағылшын тілінде жарық көреді, одан кейін барып орыс тіліне, одан кейін ғана барып біздің қазақ тіліне жетіп жатады. Осы тұрғыда енді кино саласы, сценарий жазу өнері, жаңағы бұл исключение емес. Олар тіпті енді көп мен өзім білетін барлық жаңағыдай мастерлар, барлық режиссерлар, сценаристер, жазушылардың барлығының атақты танымалдардың барлығы ол ағылшын тілінде жарық көрген өнімдері, сценарийлері ағылшын тілінде жарық көрген, подкасттары, одан бөлек интервью, кітаптары, жаңағыдай барлық материалдары бәрі ағылшын тілінде. Мен мысалы кейде орыс тілінде ондай информациялар, ақпараттар таба алмаймын. Сөйтемде маған ағылшын тіліндегі жаңағыдай түпнұсқада оқу керек болады кейбір сәттерде. Мысалы сценарийге байланысты кейбір инструменттерді немесе кейбір жаңағы кинообзорларды ағылшын тілінде қарап, немесе ағылшын тілінде оқу керек болады. Сол сәтте мен бәрібір түптің түбіне келіп ағылшын тіліне келіп тірелемін. Сонымен мен маған бәрібір ағылшын керек деген осыдан бір 2 жыл бұрын нақты шешім қабылдадым. Ағылшын менің как минимум мына кітапты оқып, мазмұнын түсіне алатын деңгейде маған керек. Сол себепті мен ағылшынды бастауым керек деген бір ой болды. Енді бұл айтып отырмын ғой, жаңағы түпнұсқадан үйренуім үшін керек болды. Себебі мысалы енді жасыратыны жоқ, орыс тіліндегі кейбір әдебиеттер, олар толыққанды кейде аудара алмайды. Аударалады, бірақ толыққанды мағынасын жеткізе алмайды. Кейде сәл өзгергенін вариантта келеді. Ал қазақ танымындағы адам үшін негізі ағылшын өте жақын және өте жеңіл деп өзім есептеймін. Сол себепті бірден түпнұсқадан оқитын болсақ, біз көптеген дүниелерді жібермей, өткізбей, толық мағынасына түсіне аламыз. Оған мысалы менің даже бірнеше кітаптарым дәлел, өзім оқыған. Кейбір кітапта былай болса, жаңағыдай түпнұсқада кішкене басқаша бәрібір. Сол себепті ағылшынды бастадым, ағылшынды оқып жатырмын. Ол маған өте жақсы көмегін тигізіп жатыр. Менің салымда енді осылай. Негізгі сұрақ мынандай болды, қандай бір жетістікке алып келді. Енді дәл қазір бір ағылшын тілін оқып, сценарист болып мынандай жетістікке жеттім деп айта алмаймын. Бірақ сол кітаптарды аудара алуым,
енді толыққанды аудармаймын, әрине переводчикпен анау нәрселерді қолданамын, бірақ дегенмен оларды түсіне алуым, оларды емін-еркін іздеп, емін-еркін қарап, бір-бірімен салыстыра алуым осының өзі үлкен жетістік деп есептеймін. Сол себепті ағылшын тілі маған өте қатты қазір жақсы көмектесіп жатыр. Оның үстіне осыдан бірнеше жыл бұрын, енді бір жыл бұрын ба, жаңағыдай ChatGPT, жаңағыдай жасанды интеллекті өте қатты шум шығарды. Ол енді ChatGPT тікелей менің мамандығыма қатысты искусственный интеллект. Сол себепті оны меңгеру керек болды. Оны меңгеру барысында мен қазақ тілінде сұрақтар қойып сұхбаттасып көрдім. Қазақ тілінде жаңағы айтқанымыздай кішкене шектеулі ойы, орыс тілінде кішкене кеңірек ойланады, ал бірақ ағылшын тілінде өте керемет ойланады, өте мықты сұрақтарға жауап бере алады және мықты дискуссия құра аламыз ағылшын тілінде. Сол себепті ол программамен жұмыс істеуіме де ағылшын кішкене түрткі болды. Немесе керісінше. Белгілі бір нәрсе, екінші нәрсені түртіп, сен себеп салдары Иә. Енді осы ағылшын тілі мен сценарист дегеннен шығады. Сізге жалпы сценарист ретінде ағылшын тілінде қандай, айттыңыз ғой, кітап оқыдым, фильмдер көрдім, немесе сериал деген сияқты. Сізді сценарист ретінде бір жағынан ағылшын тіліңізді дамытуға көп әсерін берген фильм немесе кітаптардан бір айтып бере аласыз ба? Қай кітапты оқыған кезде бір вау деген бір әсер қалдырды, сол сіздің сценарист ретінде бір жұмысыңызға әсер етті деген сияқты. Енді мен мысалы қазір көркем әдебиетті көп айта алмаймын, өйткені ағылшын тілінде көркем әдебиетті мен көп оқыған жоқпын. Оқыған бір екі үш ғана шығармам бар. Бірақ олар енді оқу тиіс болып оқылды, олар қатты қызықтым, немесе олардың қатты бір сұмдық әсер алдым деп айта алмаймын. Ал енді іскерлік әдебиетке келетін болсақ, іскерлік әдебиетті мен ағылшын тілінде бірнешеуін оқыдым. Әлі күнге дейін оқып жатырмын. Мен бітірген жоқпын ол кітаптарды. Бірақ өзіме қатты ұнаған Найджел Уотс деген кісінің How to Write a Novel деген кітабы бар. Новеллаларды, яғни біз әңгімелерді, романдарды қалай жазамыз деген кітабы. Ол кітап тек түпнұсқада ғана бар, ағылшын тілінде ғана бар. Орыс тілінде жоқ. Сол себепті сол кісінің жаңағы осы кітабы маған қатты әсер етті, әсер етіп жатыр әлі күнге дейін. Соның базасында, соның негізінде мен өзіме кітап жаздым. Сол ағылшын кітабынан аудару арқылы, біздің қазақша фильмдарға мысал келтіру арқылы сөйтіп бір кітапша жазып шықтым. Сол себепті сол кітап маған өте қатты әсер етті. Сол кітапты айта аламын. Ал фильмға келетін болсақ, мен негізі енді ағылшын тілінде шыны керек көп көрмеймін. Енді мен бастап көрдім, сериалдарды бастап көрдім, өзім жаңағыдай білетін фильмдарды ағылшын тілінде көріп бастадым, бірақ бәрібір де олардың тілін маған түсіну, сосын оларға бүйтіп энергия кетіру, фокусировать, енді фокус қою өте қиын болды. Сөйттім де мен ол маған біріншіден қатты қиналатын әдіс екенін түсіндім де өзімнің. Сол себепті ағылшын тілінде фильмдер әлі көріп жатқан жоқпын. Бірақ маған өте useful дейді ғой. Пайдалы, тиімді болған әдіс ол шоулар көру. Мен мысалы қазір YouTube-та подкасттар, интервьюлар, сосын шоуларды жақсы көремін. Олардағы айтылып жатқан ағылшын тіліндегі әңгімелер маған жақсы әсер етеді. Өйткені мен бір толыққанды түсінбесем де бір 30%-ға болсын, 40%-ға түсініп жатам. Бір кейбір нәрселерін бүйтіп түсінбей жіберіп өткізіп жіберемін, бірақ дегенмен контекстін түсініп жатам. Соның өзі маған үлкен бір ләззат сыйлайды. Және ол маған қатты қиынға соқпайды. Мен бір қатты фокус қойып бүйтіп тыңдамасам да, жалпылама фонда тұрып оны тыңдай берсем де, шамамен үзік болса да түсініп жатам. Сол себепті дәл қазір мен көріп жатқаным, маған жақсы әсер етіп жатқан ол YouTube-дағы ағылшын тіліндегі шоулар. Әсіресе түнгі студияның ағылшын нұсқалары. Late night шоулар, tonight шоулардың бірнешелігі бар, енді бір 10 шақтысы бар, бірақ дегенмен бір үшеуі Джимми Феллон, тағы кім еді, ұмытып қалдым, бірақ сол бір өзі топ 3-те тұрған late night шоулар, жақын нәрселерді, олар маған жеңіл беріліп жатыр. Сосын тағы бір лайфхак, енді ағылшын тілін оқып жатса, жаңағы киноны мен сияқты қатты былай түсіне алмаса ағылшын тілінде осындай шоулар қарап көріңіз. Шоуларда адам ауызекі сөйлейді. Сосын көп қиын сөздер қолданбайды.
және көп қолданатын фразаларды, көп қолданатын тіркестерді айтады. Сіз оларды түсінбесеңіз де жай тыңдап атсаңыз, сіздің лексиконыңызға бәрібір былай сіңіп қалып қояды миыңызда. Сол үшін сондай шоуларды қарауға кеңес беремін. Ол бір. Екінші кеңесім, егер де түсінбей жатсаңыз, ондай шоуларды вообще мүлдем түсінбей жатсаңыз, 0.75-ке қойып қойыңыз. Күшті, useful дедіңіз ғой бағана. Useful. 0.75 ол енді 0.5-ке қойсаңыз да болады, бірақ кішкене бәрібір баяу болып кетеді. Ал 0.75 өте анық кәдімгідей көрсетеді. Әрбір сөзді бөліп айтқандай болады да, біздің қазақ тіліндегідей. Анау енді бірге қойсаң бәрібір тез сөйлейді ғой олар. Анау үлгермейсің қай сөзді айтып жатқанын. Ал ана жерде нақты сөздері бөлініп, асықпай айтқан сәтте сен мынау шынымен бір жақсы метод екенін байқайсың бәрібір. Сол себепті оны да қолдансаңыздар болады. Қазір енді ойлаймын, негізі ағылшын тілін оқуға ешқандай не жоқ қой қазір, бір кедергі жоқ, бір шектеу жоқ, кайф қой негізі. Мысалы ChatGPT-дің өзінде де енді ағылшын тілінде мен мысалы аудио жазып отырсам да кейде, аудио ол мені қалай түсінеді? Мысалы, типа, can you write me essay about my job, немесе about my, там, не болуы мүмкін, about my life деген сияқты. Айтып көрем ауызбен. Сол сәтте мен айтқан нәрсе оған текст күйінде бүйтіп формат ауысып барады ғой. Сол сәтте қараймын, мен значит мынау сөзді дұрыс айтпадым, мынау сөзді дұрыс түсінбеген. Мен өз-өзіме анализ жасай аламын солай. Мысалы, оның өзі қазір бір жақсы инструмент. Ол жаңағы сөйлеуіңе жақсы әсер етеді. Одан бөлек енді, мысалы, Duolingo'ның өзінде қазір не қосылды да? Duolingo Max'та жаңағы видеосвязь қосылды, искусственный интеллект. Сен сөйлесесің бір. Duolingo Max жақында шықты, қайда? Жақында шықты, жаңағы Лили деген бір персонаж бар, сен сол персонажбен сөйлесесің. Сен айтасың, ол саған жауап береді деген сияқты. Мысалы, соның өзі енді әжептәуір бір инструмент болуы мүмкін. Енді одан бөлек жаңағы біз айтып отқан кітап оқу немесе көру, listening оларға онсыз да инструменттер жетерлік. Осы сіз сияқты өнер адамдары үшін, шығармашыл адамдар үшін GPT, Duolingo, сосын қандай заман? Өзім қолданатын, GPT, Duolingo'ны қолданамын. Сосын енді не? Яндекс переводчикті қолданамын. Ол да дәл осылай мен сияқты айтты. Сіз айтып отқан былай сөйлеп тексерсеңіз болады. Тіпті Яндекс переводчикті бір байқағаным, соңғы егер подпискасын алатын болса, Яндекстің өзінің переводчикті қосымша не қосылады екен? Грамматикасының, мысалы сөз аударасыз, аударған кезде астында тағы бір бөлімдерде синонимдардан бөлек грамматика қолданып тұр деген сияқты кеңес айтылып жатады. Керемет. Енді келесі сұрақ, менде мынандай бір сұрақ туындап тұр да. Сіз өзіңіз бағана айтып отырсыз, неше түрлі сценарийлар жаздым, қазақ тілінде немесе орыс тілінде, қазақ орыс тілінде. Осы сценарийларды ағылшын тілінде жазған бір тәжірибеңіз болды ма? Немесе шетелдермен бір бірлесіп жұмыс жасап, осы тілді үйрендіңіз, тіпті ана жақтан бір шоуларды көресіз, артынша осы жақтан туындаған идеялармен ағылшынша сценарий жазып, сатып деген сияқты бір осындай неңіз болды ма? Тәжірибеңіз? Бізде немесе жоспарда бар ма сондай солай? Енді негізі жоспарда бар, өте мықты мен үшін кейс болмақ, егер сондай бір бейнеролик жасасақ та, бір Reels немесе бір коммерциялы рекламный ролик жасасақ та, маған үлкен кейс болайын деп тұр ағылшын тілінде. Соған ұмтыламын мен, соған өзім бара жатырмын, бірақ жоспарда бар дегім келеді. Бірақ енді дәл қазір ондай ешқандай опыт жоқ, ондай ешқандай бір кейс жоқ. Дәл қазір қазақша және орысша ғана екі тілде жазып көрдім сценарийлерді, қолдан келді. Енді ол ағылшын тілінде де соншалықты бір қиын болады деген күмән жоқ. Бұйырса жетілде жетіліп, ағылшынды көтерсем, оған да қол жететін шығармын деп ойлаймын. Охо, күшті. Осы тұста бірақ айтқым келеді, енді бұл білмеймін эфирде қала ма, бірақ ағылшын тілінің көмегі туралы айтып кетейін, әрине. 2022 жылы КВН ойнап жатқан сәтте мен Нұрзат деген бауырым бар, осы жетілде жұмыс жасайды, ол ағылшын тілінен бір әзілді бізге айтып берген. Ағылшын тіліндегі түпнұсқасы осындай, мынау әзіл қызық деп. Соны біз қазақшаға аударып, енді баламасын тауып, қазақшадағы баламасын тауып, соны эфирде ойнағанбыз. Ол өтімді болып, сол ойында біз жеңіске жеттік. Ол қандай әзіл? Оның енді ағылшынша түпнұсқасы, мысалы, бір жігіт, мен шамамен мағынасын түсіндірейін, бір жігіттен сұрайды,
бір жігіт айтады, короче, мен қызымның туған күнін сұрадым дейді. March 1st деп. Яғни ағылшын тілінде марч деген ол март айын айтуы мүмкін, және маршировать деген етістікті айтуы мүмкін. Сосын жігіт жауап береді, мен маршировать етіп қайттан келіп сұрадым дейді туған күнін. Осындай әзіл ағылшын тілінде. Оны біз қазақша баламасын іздеп тамыз дегенмен алып келдік. Қызымның туған күнін сұрадым, 1 тамыз деп айтты. Тамызып келіп тағы сұрадым. Нені тамыз деген жарайды. Осындай енді екі ойлы болуы мүмкін. Айтып тұрмын ғой, сол андай кішкене анайда, бірақ не түп нұсқасын айтсақ болады просто. Тіркес деп жатыр ғой, тіркестен шығып жатыр. Өзіңізге өміріңізде қолданатын, жақсы көретін бір сөз тіркестер бар, ағылшын тілінде. Менің осы кредом немесе ойымда всегда жүреді деген сияқты. Маған бір сөз ұнады, енді оны маған енді бір сөз ұнады, бірақ оны мен қолданып жүрген жоқпын. Ол былай: word one day you can change to day one. Шамамен осылай. Сен бір күні емес, бірінші күнге ауыстыр дейді. Яғни өзгерістің бәрі алыста емес, жақында дәл осы сәтте деген жақтық келтіре ме әлде? Мен дұрыс жеткізбедім, былай, мысалы, қазақша айтайыншы. Сіздер бәріңіз жауып ағылшынша табыңыздар, короче. Бір күні дегенді қолданба дейді. Бір күні деген сөзді бірінші күн деп қолдан дейді. То есть сен сонда кез келген подходта бір күн істеймін деп ойлансың ғой. Ол бір күн істеймін, ол вообще болмайды да. Сен бүгін бірінші күн істеу керексің да. Осындай бір жақсы сөзді оқып қалдым. Ағылшын тілінде бұл фраза қалай, комментарийға жазып кетіңіздер. Жазып кетіңіздерші, көмектесіп жіберіңіздер маған. Керемет. Енді қызықты подкаст болды деп ойлаймын. Шынымен де Шәкенің true story, тілге қатысты, саяхатқа қатысты, жалпы өзінің зерттеулеріне қатысты өте пайдалы, useful подкаст болды. Сізге үлкен рахмет айтамын. Сіздерге де рахмет. Біздің жетіл true story подкасты тәмам. Görüşmek üzere. Рахмет.